Бангладеште, бүкіл әлемде мұсылман елдерінің барлық жерлерінде жақтастары бар, және олар өздерінің жұмыстарын жүргізуде. Оның әкесінің мынадай сөзі бар: менің ұлым Мұхаммедтің ұстанған жолы сенімі мүлде дұрыс емес. Әлі ақ Мұхаммедтің қорлығын, азабын тартасыңдар. Вахабизмнің құрушысы болған Абдул-Вахабтың ұлы Мұхаммед 1740 жылы әкесі қайтыс болғаннан кейін Нәжд аймағында өз жұмыстарын бастады. Мекке мен Мәдинедегі киелі жерлерді де қиратты. Бүгінгі таңда олар ислам дінінің Сауд Арабиясындағы көне әрі қасиетті ескерткіштерінің 90%-ын жойып жіберді. 1924 жылы Меккені басып алған вахабистер Мұхаммед пайғамбардың әйелі және оның ағасы Абу Талиб мазарын қиратты. 1926 жылы вахабистер Мәдинені иеленген соң, олар пайғамбар ұрпақтарының мазарын жермен жексен етті. Кейінірек олар Сәлманның атақты 7 мешітін де өртеп жіберді. Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың ізбасарлары Осман империясы ұстанған дәстүрлі ислам дініне қарсы шығып, Осман империясының құлауына да түрткі болды. Халықты қорқытып, фанатизммен зорлап күштеуді негіз етіп алған осы іс-шараларының нәтижесінде Яин аймағында оның аты танымал болды. Абдул-Вахаб ұлы Мұхаммед Сауд Арабиясының патшасы Саудпен танысып, онымен келісімге келеді. Осылайша мемлекет басшысынан қолдау тауып, өз мақсатына тиімді жол ашып, Сауд Арабиясының да вахабилік мемлекет болуына жол ашады. Алайда біздің еліміз Қазақстандағы мұсылмандар арасында іріткі салушыларды Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың артынан ерушілерді айтуға болады. Қазіргі таңда вахабизм ұғымын соңғы кездері сәләфи ағымының әрекеттері алмастыруда. Ұстаным, идея тұрғысында бұл екі атау бірдей, синоним ұғым деп айтуға болады. Сәләфи ағымы, сәләфия сөзі реформа, жаңалану деген сөздермен синоним ретінде қолданылып кеткен термин. Әрі бұл сөз ислам дінінің алғашқы ғасырларында өмір сүрген ғұламалардың көзқарастарын білдіреді. Ал қазіргі таңдағы сәләфилер вахабизм ағымының жолын жалғастырушы, қоғамға қауіпті топ. Сәләфиттер бұрынғы ислам ғұламалары талқыға салып, ара жігін айқындап қойған көптеген діни қағидаларды бүгінгі қоғамда өзекті мәселеге айналдырып, діни сауаты төмен, қарапайым халықтың басын қатырып жүр. Олар үшін теледидар қарау, салт дәстүрлерді дәріптеу, қазақтың біртуар азаматтарын үлгі тұту, олардың жырларын оқу харам. Тіпті осындай кейбір жастарымыз намазға жығылмаған ата-аналарын, бауырларын құрметтемей, араласпай кеткендері де кездеседі. Бұл ағымның қауіпті топтары тәкфиршілер. Олар адамдарды кішкене күнәсі үшін кәпір деп санайды. Олар көп жағдайда білімсіз болады. Ағымның зияны. Сәләфи ағымының қазіргі қоғамға қауіпті тұстарын айтар болсақ, бұл ағымның басшыларға бағынбауын айтуға болады. Олар ұстанымы бойынша мемлекет басшылары толығымен мұсылман болмайынша, оны ислам мемлекеті деп айтуға болмайды. Соның нәтижесінде осы салада сәләфиттік пікірді насихаттауды басты міндет деп санайды. Елбасының айтқан қаулылары, қабылдаған заңдарын қабылдамайды. Осы іс-әрекеттері мен іс жүзінде Құран аяттарына қарсы келуде. Қасиетті кітабымыз Құран кәрімнің Ниса сүресінің 59 аятында: әй мүминдер, Аллахқа бойұсынып, пайғамбарға әрі өздеріңнің араларыңнан шыққан басшыларға бойұсыныңдар деп жаратушы жаппариямыз ескертуде. Ағымның қоғамға зияны. Ислам қағидаларына барынша бұрмалаулар мен өзгерістер енгізу. Бұл шеттен келген теріс ағым. Қабірге зиярат жасауға және өлген үйден тамақ жегенді харам деп санайды. Ислам ғұламаларының бірін мойындап, екіншісін мойындамайды. Іс-әрекеттерін әр уақытта жасырын жүргізеді. Қазақтың тарихын мойындамайды. Салт дәстүрдің барлығын бидғат санайды. Ата заңымызды қабылдамайды. Бұлар бір-бірін лақап-атпен ғана атайды. Мазхабтарды мойындамайды. Ата-бабамыз ұстанып келе жатқан имам ағзам мазхабын бидғат санайды. Біздің елді кәпірлер елі деп санайды. Хадистердің үкімі жүретін, жүрмейтініне қарамайды. Қазақ тілін құрметтемейді, тек араб тілі болу керек дейді. Аруақтарға Құран бағыштау дұрыс емес деп санайды. Еліміздің киелі орындары Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи, Арыстанбаб тағы басқа кесенелерді бұзып, қирату керек деп санайды. Өйткені адамдар ол жерлерге барып серік қосадымыз. Бұл орындар қазақ елінің тарихи орындары емес пе? Кәпірлерге айтылған аят хадистерді мұсылмандарға қолданады. Мұсылмандар арасына жік салу. Ата-бабамыз ұстанған исламның сара жолы мазхаб ұстанушыларды бидғатшы және адасушы деп санайды. Ән ұранды, термелерді, қазақтың музыкалық аспаптарын харам санайды. Олар отанға деген сүйіспеншіліктен аулақ.
исламдағы Құран, сүннет, ижма, қияс амалдарына сүйенбей теріске шығарады. Намаз оқымайтындармен араласу олар үшін күнә. Олар шәкірттеріне көп білім алуға, көп ізденуге жол бермейді және тек қана ислами білім алу керек деп үйретеді. Құрметті бауырлар, жоғарыдағы көрсетілген бейне материалдағы мұсылман, ислам атын жамылып жүрген теріс ағымдардың ұстанымы сіздің жүрегіңізге күмән тудырып, шынайы ислам дінімен шатастырып алмаңыз. Құрметті жастар, аталмыш ағымдардың қармауына түсіп қалудан сақтанайық. Ата-бабамыз сан ғасырлар бойы ұстанып келген асыл